Саламаттар, құрметті оқырмандар. Іле аудандық кітапханасы назарларыңызға қазақтың ұлы жазушысы Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің туғанына 125 жыл толуына орай «Дәуірдің ұлы, ғасырдың үні» атты кітап көрмесіне библиографиялық шолуды ұсынады. Кітап көрмесі 3 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім бала Мұхтардан дана Мұхтарға дейін. Бұл бөлімде Мұхтар Омарханұлының өмірі мен еңбек жолынан сыр шертетін кітаптар қойылды. Мұхтар Әуезов энциклопедиясы Алматы қаласы Атамұра баспасынан 2021 жылы жарық көрген. Энциклопедияда ұлы жазушының өскен ортасы, шығармашылық баймұрасы, поэтикасы, дәстүр тағылымы бар қырынан қамтылып, суреткердің өмір жолын бейнелейтін фото шежіреге мол орын берілген. Екінші бөлім Әуезов мұрасы және бүгінгі руханият әлемі. Бұл бөлімде ұлы суреткердің көркем шығармалары, ғылыми еңбектері мен мақалаларының жобалары, хаттары, қолжазбалары, ғылыми диссертациялық еңбектері жинақталған кітаптар қойылды. Сондай кітаптың бірі әдебиет тарихы деп аталады. Бұл кітаптың ең алғашқы нұсқасы 1927 жылы жарық көрген болатын. Ал көрмеде Алматы қаласы Ана тілі баспасынан 1991 жылы жарық көрген кітабы қойылды. Абай жолы Мұхтар Әуезовтың әлемге әйгілі тарихи романдар топтамасы, қазақтың тұңғыш эпопеясы. Мағжан Жұмабаев Абайды абай еткен Мұхтар ғана, Мұхтарды Мұхтар еткен Абай дана. Қазақтың қос арысы, қос данасы, қалайша бас емессің оған сірә дейді. Абай Мұхтарды әдебиет шыңына көтерді, Мұхтар Абайды әлемге танытты. Абай атанған алғашқы 2 кітабына КСРО мемлекеттік сыйлығы, Абай жолының тұтас 4 томына Лениндік сыйлық берілді. Абай жолы арқылы қазіргі қазақ прозасы күллі дүние жүзі әдеби классиканың шырқау шыңына шықты. Үшінші бөлім әлем таныған Әуезов. Бұл бөлімде Мұхтар Әуезовтың замандастары мен шәкірттерінің естеліктері, Мұхтар Әуезов танушы ғалымдардың кітаптары қойылды. Сондай кітаптардың бірі автограф кітабы, авторы Гүлзия Пірәлі. Алматы қаласы Елтаным баспасынан 2015 жылы жарық көрген. Кітапта Мұхтар Омарханұлының сүйікті ұл-қыздарына, жанында жүрген жанкүйерлеріне, замандастары мен әріптестеріне, қазақтың біртуар тарихи тұлғаларына, қоғам қайраткерлеріне берген қолтаңбалары тұңғыш рет жүйеленіп, зерттеліп жарияланған. Мұхтар Әуезовтың өшпес еңбектерінен әлі талай ұрпақ жігерін қайрап, баба сөзінен тамыр жайып, болашаққа бой түзері анық. Мұхтар Әуезов мұраларын бірге оқиық.